Алматы облысында шаруалар қант қызылшасын өткізе алмай дал. Көксу қант зауыты тәтті түбірді қабылдап үлгермей жатқандықтан ұзын сонар кезек қалыптасқан. Зауыт тәулігіне 300-ден астам көлікті ғана қабылдай алады. Сондықтан өнімін өткізе алмаған өзге шаруалар зауыт алдында күндіз түні қарауылдауға мәжбүр. Мәселенің анық-қанығын өңірдегі тілшіміз Қуаныш Қанатұлы біліп қайтты. Көксу қант зауытына дейін жүк көліктердің созылған керуенінің ұзындығы шамамен 1,5-2 шақырым. Шаруалар өнімін өткізу үшін зауыт алдында тәуліктеп кезек күтуге мәжбүр. Егер жағдай жылда осылай қайталана берсе, олар қызылша өсіруді доғарамыз деп шағым айтуда. Қылшаны егіңдер дейді. Ексең, міне күзде өсіп, машинаның құны 2 есе өсіп кетті. Бензин ол өсіп кетті. Міне ерге келсең, түнімен қонасың мұнда. Сонда біз қайтып жанбағамыз білмеймін. Қызылша қабылдау пункті таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін жұмыс істейді. Одан кейін зауыт аумағына кіріп үлгерген көліктерге түнімен қызмет көрсетеді. Осы уақыт аралығында 4,5-5 мың тонна өнім қабылдайды. Кәсіпорынның мүмкіндігі осы. Ал зауытқа 3 аудан мен 2 қаладан 500-ге жуық шаруа қожалығы өнім тасиды. Бұл мынандай очередь болып, жаңа машиналардың кептелісі болып отырғаны мен қатты проблема деп ойламай. Бұл қызылшаның өзіміздің ауданымызда, осы облысымызда бар екенін көрсетіп тұр. Көп болғаны бізге де жақсы, шаруашылықтарға да жақсы. Былтырға қарағанда қызылша өсіретін жер көлемі ұлғайды. Сәйкесінше өнім де көп. Жергілікті билік кезекті реттегі шаруалардың өз қолында екенін айтады. Ол үшін жиналған өнімді бірден өткізу үшін зауытқа қарай ағылудың қажеті жоқ дейді олар. Шаруашылықтар мынандай кептелісте тұрмаймын десе, оны сол поляда жинап, оны арата тасуға болады. Өйткені біздің ауа райға да қарап, оны үйіп қойған қызылша ол жерде бұзылмайды. Бұл жерде де мінекей үйіліп жатыр, ол жерде сол қалпында жатар еді. Биыл Ақсу қант зауыты іске қосылып, 2 ауданның өнімі сол жерде қабылданып жатыр. Осылайша кептеліс сәлде болса азайды. Десе де биыл қант қызылшасы өте көп жиналды. Сондықтан сарыла кезек күткен шаруаларға шыдағаннан басқа амал жоқ. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы.